Қайырлы күн, Дархан Қуандықұлы, кезекті өзекті сұхбатымызға қош келдіңіз. Қайырлы күн, Армангүл. Дархан Қуандықұлы, екінші хабарымызды хиджаб тақырыбынан бастағым келіп отыр. Қазір қоғамда қыздардың мектепке оранып баруына рұқсат беру керек пе, жоқ па деген мәселе қызу талқыланып жатыр. Жалпы жыл сайын жаңа оқу жылы қарсаңында осындай толқудың пайда болуына не себеп деп ойлайсыз? Иә, бұл өзекті тақырып қоғамда кеңінен талқыланып жатыр. Бірінші кезекті біз жалпы зайырлық ұстанымын баса айтқанымыз жөн, себебі біздің ата заңымыз бар, сонымен қатар белгілі заңдар бар. Сондықтан зайырлық принципі еліміздің басты ұстанымы. Екіншіден, бұған байланысты ұстанымдар әрқилы. Кейбір қоғамдық пікір қалыптастырушылар манипуляцияға итермелейтін сияқты. Мысалға, кейбір желі қолданушылары бұл жерде халықаралық тәжірибеде, әлемде бұл мәселе шешімін тапқан деп үзілді-кесілді жазған екен. Меніңше бұл фейк ақпарат, себебі кейбір мемлекеттер, мысалға дамыған, зайырлы, демократиялық, айталық Европадағы Франция, Австрия сияқты мемлекеттер жасына байланысты хиджабқа шектеу қойған. Әрине, рұқсат ететін елдерде бар. Сондықтан біз бұған байланысты халықаралық тәжірибенің әрқилы екендігін көреміз. Әртүрлі мемлекеттің өзіне сай ұстанған бағыты бар, тәжірибесі бар. Біздің де өзіндік ұстаным бағытымыз бар. Ол зайырлыққа және ата заңға бағыну. Бұл мәселеде білім туралы заңда нақты көрсетілген. Ол туралы менің әріптесім Ғани Бектайұлы айтты, оған тоқталып жатпаймын. Мектеп формасы жалпы бекітілген. Тағы бір айта кетерлік жағдай, біз діни сенім бостандығына да құрметпен қараймыз. Мемлекетте болған барлық жағдай жасалынған. Айталық дін істер басқармаларына қарасты медресе колледждер бар. Соларда қыз балалардың білім алуына жағдай жасалынған. Сонымен қатар бұл мәселеге дәстүр тұрғысынан да қарайтындар бар. Білім беру мекемелері бұл басты мақсаты ол оқыту, балаға білім беру. Біз Құранның да алғашқы әмірінің оқы деп басталғанын білеміз. Ең бастысы бұл тақырыпты саясиландырмау керек. Себебі саясилану, радикалдану ең әуелі діннің өзіне қаншалықты қауіпті екенін біз таяу шығыстан немесе төңіректегі елдерден жақсы білеміз. Күн тәртібінде тұрған тағы бір өзекті мәселелердің бірі бұл қоғамдағы зорлық-зомбылық. Әсіресе әйелдерге, балаларға қатысты қорлықтың көбейгені рас. Таяуда осы тақырыпты талқылау мақсатында сіздер Түркістанда үлкен жиын өткіздіңіздер. Осы бас қосудың қорытындысы қандай? Иә, біздің халқымыз жалпы затында, табиғатында өте мейірімді, қайырымды, жақын тұрмақ жатын сыйлаған, көршісіне тәңір ақысы деп қараған, жетім жылатпаған мейірімді жұрт екендігі белгілі. Бірақ соңғы кездері қоғамның қатыгезденіп бара жатқандығы баршаны алаңдатуда. Мысалға, соңғы 6 айдың өзінде 252 қылмыстық іс тіркелген екен. Бұл көбінесе жастардың арасында болған қатыгездік оқиғалар. Біз арнайы мониторинг жүргізіп отырамыз. Алаңдатарлық цифрлар бар. Мысалға, биылдың өзінде осы жарты жылдықта 219 осы зорлық-зомбылықтан насихаттайтын контент анықталған. Біз әрине оларды шектеуге тырысамыз. Көбінесе зорлық-зомбылық бұл баланың танысы, көршісі, немесе жақындары тарапынан жасалынып жатады. Сондықтан кейде ата-аналар ұят болады. Бұл ауылға кішкене ұят келтіреді деп баланы тиіп жатады. Соған байланысты кейде баланың психологиясына әсер етеді. Ол кейін суицидқа апарып және басқа да көптеген теріс салдарлары болуы мүмкін. Қандай іс-шараларды қабылдадыңыздар? Жалпы бұл мәселе өте жүйелі жұмысты қажет етеді. Бұған бүкіл қоғам болып араласу керек. Сондықтан мемлекет басшысы да осы тақырыпқа бірнеше рет оралғанын білеміз. Түркістандағы құрылтайда осыған байланысты арнайы тоқталып тапсырма берді. Осыған орай салаға жауапты министрлік ретінде біз шаралар жоспарын әзірледік. Бірінші кезекте әрине бұл ата-ананың жауапкершілігі, балаға ол түсіндіріп айту керек. Екінші кезекте біз арнайы зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Арнайы нұсқаулық әзірленді. Үшіншіден, бұл мәселеде қоғамға кеңірек түсіндіру мақсатында арнайы деректі фильмдер әзірленді. Сонымен қатар роликтер дайындалып, Қазақстан балаларының омбудсмені Динара Болатқызымен де бірнеше шара өткіздік. Телеарналарда зорлық-зомбылықты азайту мақсатында ережесіз жекпе-жек сияқты спорт түрлеріне де шектеу қойып жатырмыз. Себебі көп жағдайда сондай бағдарламаларды көрген жеткіншектер, әсіресе мектеп балалары сол әдіс тәсілді қолдану мақсатында кейде бір-біріне қол көтеріп жатады. Біз оны кейде байқамай WhatsApp арқылы таратып жатамыз. Мысалға, қыздардың төбелесіп жатқан немесе ер балалардың бір-бірін аяусыз төбелесіп жатқан видеолар кейде шарлап жүреді. Ал зорлық, зомбылық немесе қатыгездік ол керісінше сол
қатыгездік туғызатындығы белгілі. Осыған байланысты Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына сәйкес біз арнайы нұсқаулық әзірледік. Кейде мысалға баланың суретін жариялап жатады, немесе оның аты жөні, немесе тексерілмеген бір ақпаратты беріп жатамыз. Оның баланың психологиясына қалай әсер ететіндігін біз кейде ескермей жатамыз. Соған байланысты жалпы бұқаралық ақпарат құралдарындағы әріптестеріміздің де осы балалар зорлық-зомбылық тақырыбына арнайы дайындықпен келгені абзал. Сонымен қатар мына әлеуметтік желілерде де бұл мәселе кеңінен тарайды. Біз мысалға осы мәселе бойынша TikTok сияқты үлкен әлеуметтік желілермен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар бұның түбіріне себебіне үңілген абзал. Мысалға зорлық-зомбылықты туғызатын көп жағдайда ажырасу, нашақорлық, есірткі, сонымен қатар лудомания екендігі белгілі болып отыр. Я, өзіңіз айтып қалдыңыз, Дархан Қуандықұлы, мынау құмар ойындарға құмарлық шынында да зорлық-зомбылық сияқты қоғамдағы бір ең бір өзекті және ауыр тақырыптардың бірі. Автоматтардың кесірінен қаншама адам бар жиған тергеннен бір сәтте айырылып, талай шаңырақ ортасына түсіп жатыр. Осы бизнеске неге тыйым салмай отырмыз? Құмар ойындарының құрығына түскен құрбандардың саны артып келе жатқандығы бәрімізді алаңдатады. Бірінші кезекті әсіресе жас өспірімдердің, біздің болашағымыз балалардың осы құмар ойындарының немесе букмекерлік ойындардың құрбаны болып жатқандығы өкінішті жағдай. Соған байланысты мемлекет басшысы бұл мәселені бірнеше рет көтерді. Түркістандағы құрылтайда арнайы тапсырма берді. Бұл жалпы қоғам болып күресетін індет. Құмар ойындардың құрығына көбіне кімдер және қандай жағдайда түседі? Құмар ойындарына барып жатқандардың көпшілігі я ажырасып кетеді екен, немесе суицидке барып жатқандар бар. Жалпы құмар ойындары бұл жылым сияқты тарта береді ғой. Мысалға жұмысы жүрген жастар барады екен, немесе жұмысқа құлқы жоқ жастар барады екен. Кредит алып құмар ойындарына соңғы табысын немесе ата-анасының мына зейнетақысын тігіп жібергендер ақыры соңы өте қайғылы жағдаймен аяқталып жатқан оқиғалар да аз емес. Соған байланысты жалпы кешенді жұмыстар қазір қолға алынды. Атап айтқанда мына лудоманияға қарсы, осы құмар ойындарына қарсы заң жобасы қазір мәжілісте. Мәдениет және спорт министрлігі бұған байланысты заң жобасы мәжіліске енгізген. Сол бойынша жалпы баспа бақта, интернетте, радио, сонымен қатар телеарналарда құмар ойындары, букмекерлік кеңселердің жұмыстарын шектеу көзделген. Біздің министрлік осыған қатысты қатаң мониторинг жүргізеді. Мына интернет сайттарда 8 айда 3000-нан астам заңсыз құмар ойындарына шақыратын контент анықталған екен. Оларды әрине біз ескерту жасадық, жойдық. Бірақ бұлардың күн сайын артып бара жатқанында алаңдатады. Ал жалпы заң күшіне енгеннен кейін тек қана спорттық шараларда және спорттық арналарда қана белгілі контент қалдырылуы мүмкін. Жалпы біз бұл мәселені өзіміздің ерекше бақылауымызда ұстайтын боламыз. Демек, заң қабылданса, құмар ойындарына түбегейлі шектеу қоя аламыз ғой? Жалпы бұл мәселеге шектеуге тиістіміз, себебі бірінші кезекті қоғамның саулығы, біздің жастарымыздың болашағы, осы індеттен сол болашағымызды арашалап алу меніңше бірінші кезекті міндет болғандықтан, тек қана табыс көзінің соңына түсіп кетпей, меніңше осы букмекерлік кеңселердің жұмыстарымен құмар ойындарын насихаттайтын жарнаманы біз мүмкіндігінше шектеуіміз қажет. Дархан Қуандықұлы, қоғамдағы түйткілді тақырыптарға ашық әрі тұрақты түрде сұхбат беріп жүргеніңізге үлкен алғыс. Өзекті мәселелер өзектің назарында. Аман болыңыздар.